мысалы Алла Тағала бізге Тағабун сүресінде айтады: «Ма асаба мин мусибатин илля би изнилла». Ей иман келтіргендер, бастарыңа қандай да бір тауқымет келсе, бастарымызға қандай да бір тауқымет келсе, Алланың рұқсатымен ғана келеді дейді. Яғни қандай да бір тауқымет келсе, ол жаңағындай пир қауымның бір ұйымдастырғаннан келе ме? Қандай да бір жағдаймен басыңа бір тауқымет келсе, бұл тауқыметтің кезінде біл, Алла жол бергендіктен келді саған. Сен жан жағыңды кінәлауды қой қазір. Анау болмағанда бұлай болмас еді, мынау болмағанда ондай болмас еді деген әңгімені қой дейді. Өйткені мен жол бердім дейді. Саған тиюіне дейді оның. Не айтар екенсің деп. Құбыласың ба, құбылмайсың ба сол сәтте? Қандай да бірнеше түрлі себептерді айта бастайсың ба? Жоқ әлде бірден Алланы еске алып түсіне қоясың ба? Өйткені аяттың ар жағына назар аударсақ, «Ма асаба мин мусибатин илля би изнилла». Бастарыңа қандай да бір тауқымет түссе, ол тек қана Алланың рұқсатымен түседі. Алла жол бергендіктен, яғни Алла қалады деп сізге тиюін соның. «Ва юъмин биллахи яхди қалба» дейді. Ар жағын қараңыз, кім Аллаға сенсе, Алла жүрегін бақыттайды дейді. Тыныштыққа қарай, дұрыс шешімге қарай, тәуекелге қарай. Сондықтан бағана айтып отқанымыз, біз Аллаға иман келтіргенмен, оның уәдесіне деген имандар болмаса, мысалы бір 3-4 жыл бала бермей сынай салуы мүмкін. Не істер екенсің? Ана жаққа барып бірінен сипап келсем берер мүмкін. Ана жаққа барып, немесе жаңағы қазіргі ғылыми түрде дамып жатқан жаққа барып, пробирка арқылы тексереді. Сосын о бала пайда болған кезде Алланың қалауымен. Шайтан әйтеуір күндердің бір күні бала беріп қалар бұған Алла. Соған дейін ананы сипалата берейін дейді. Сол беріп қалған күні осыдан болды ғой деп айту үшін. Немесе жаңағы пробиркадан дегендей нәрселер. Мысалы, бүгін біреу 10 мың тапса, 10 мыңға қанағаттанбаса, 20 мың керек еттесе, келесі 10 мыңды ұрлап тапса болады. Өзіне арам ретінде. Жол бөгелмеді, ұрлады 10 мыңды, 20 қылды. Сондай жолмен берілуі мүмкін. Ризықтар. Сондықтан бала бермей сынайма. Ұзақ бір шипа келмей сынайма. Кім маған сенімді болса, күллі нәрсе дұрыс болып жатқандығына, Алланың ісінің дұрыс екендігіне, сізге ол тауқыметтің тигенінің дұрыс екендігіне сенсе, Алла оның жүрегін бақыттайды дейді. Валлаху бикулли шейин алим. Алла Тағала күллі нәрсені білуші. Сонда біз сұрасақ, Раббымыз, сондай тауқыметтердің кезінде жүрегім бекем болса құбылмайтындай, қалай қол жеткізсем болады деп сұрасаңыз, келесі аятында айтады: «Ва атиғуллаха ва атиғур расул». Аллаға бойұсынуды үйрен, елшісіне бойұсынуды үйрен, сол иман сенде қалыптасады. Бойұсынбағаннан кейін жалтақтай бересің ғой. Жалтақтаған жүрек тыныштық таппайды тауқыметтің кезінде. Міне